Шындыққа әркімнің ақ бар таласы. Қазақстандағы факт-чекинг және медиа сауат подкастына қош келдіңіздер. Қайырлы күн, сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде Шындық подкастының 3-ші саны, 3-ші эпизоды, 2-ші маусымның. Естеріңізде болса, өткен эпизодта біз осы вакцина жайлы қарапайым тілмен барынша сіздерге түсіндіріп берген болатынбыз. Ақмарал Тұрсынова ханыммен Медсаппорт ұйымының негізін салушылардың бірі. Ал бүгін бізде сол тақырыпты, сол бағанағы жалған ақпарат, конспирология, бағана фейк, манипуляция, сол тақырыпты енді басқа ракурстан сіздерге жеткізетін боламыз, яғни психологиялық ракурстан. Бұл тұрғыда психология не дейді, қандай терминдер бар, халық арасында қандай да бір қоғамдық сана немесе бір кез келген бір көзқарас қалыптасқан ба, сол туралы сұхбаттасатын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Ержан Мырзабаев, психолог. Ержан, қош келдіңіз. Қош көрдік, Жансерік. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар достар. Подкастыда шақырғаныңыз үшін рахмет. Осындай маңызды тақырыпты ерекше ракурстан көтеріп отырсыздар. Бұл өте дұрыс. Сізге де рахмет, уақытыңызды бөліп бізге бір өзіңіздің ой пікіріңізбен бөліскеніңізге. Ал енді қараңыз, Ержан мырза, сізге де айта кетейін, өткен жолы біз вакцина жайлы, оның алдында жалған ақпарат жайлы, жалпы біздің подкасттың несі бір бағыты осы ғой, талқылаған болатынбыз. Енді адамдар мысалға фейк таратады ғой, осындай бір әсіресе корона дағдарыс кезінде, әсіресе жалған ақпарат, аурумен қоса жалған ақпарат та қатар тарайды да, мысалға оның да бір психологияға, адамның санасына, болмасына, адамның бір болмысына бір кері әсерін тигізетіні рас. Енді оны біз қалай әсерін тигізеді білмейміз. Осы тұрғыдан сіз қалай ойлайсыз, жалған ақпарат адамдарға қалай әсер етеді психологиясына? Біріншіден, жалған ақпарат қалай әсер етеді, жалпы ақпараттың қалай әсер ететініне анықтау керек. Өйткені адамдар жалған ақпаратты, біз оның жалған екенін біліп жатырмыз, бірақ оны тыңдап жатқан, қабылдап жатқан адамдар көп жағдайларда жалған екенін білмейді. Сол жалпы қарапайым ақпарат шындық дұрыс деп қабылдауға тырысады. Ақпарат біздің санамызға, миымызға тікелей әсер ететін, ой өрісімізді өзгертетін, біздің психоэмоционалды халімізді өзгерте алатын өте тылсым күш. Мысалға, сіз бір елді жаулап алғыңыз келсе, қазіргіден соғысудың керегі жоқ. Ақпараттық түрде жаулап ала аласыз. Бір адамды қорқытқыңыз келсе, оларға қазір қару көрсетудің керегі жоқ. Ақпаратпен қорқыта аласыз. Сондықтан ақпарат ол біздің санамызға, миымызға тікелей әсер ететін маңызды фактор. Жақсы жағынан әсер етуі мүмкін, жаман жағынан әсер етуі мүмкін. Біз информацияны ең бірінші ақпарат түрінде қабылдаймыз, қорытамыз, соған қарап миымызда белгілі бір реакциялар пайда болады, белгілі бір эмоциялар содан қозады. Және сол эмоциялар арқылы біздің күні бойы, немесе бірнеше күн, бірнеше ай бойы көңіл күйіміз қалыптасады. Сол көңіл күй арқылы адамдармен қарым-қатынасыңыз өзгереді. Яғни былай қарасаңыздар, өміріміздің бүкіл сферасына бір ақпарат, бір сөз, бір мәлімет әсер етуі мүмкін. Көп жағдайларда адамдар оның жалған екенін білмейді, жалған екенін білмегендіктен оған қатты сенеді. Жалған екенін білгеннен кейін я қуанып қалады, я да ашу ызаға беріле бастайды. Мысалға, жер сілкінісі болайын деп жатқан кезде біз бәріміз қорқамыз. Жоқ, болмайды екен, мен қателестім, дейміз де жеңілдеп қаламыз, мысалға. Бірақ пәлен компанияға ақша апарыңыздар, немесе пәлен вакцина өтірік емдемеңізді алмаңыздар деген сайт, иә, сондай екен деп сенеміз. Бірақ одан кейін өзіміз коронавируспен ауырып, соның өтірік екенін, жалған екенін түсінген кезде ашуланып ызаланамыз. Пәленшені неге тыңдадым, болмағандар, өтірікшілер, оказывается, шынымен бар екен ғой, ауырып жатырмын, кезінде вакцина алған кезде осындай болмайтын еді деп ашуланамыз. Яғни жалған ақпараттың жалған екенін анықталған кезде осындай құбылыстар пайда болады. Енді қараңыз, сіз бағана айтып отырсыз, жалған емес, жалпы ақпараттың қалай әсер ететінін білу керекпіз дейсіз. Енді қазір адамдарда мынадай бір не бар байқаймын. Мысалы, мен өзім журналист ретінде осы жалған ақпарат төңірегінде мақала, материал жазып жүрген маман ретінде бір байқайтыным, адамдар, қарапайым халық бір ақпаратпен бөлісуге құмарлатып тұрады. Яғни, мысалы, ол жалған болсын, жалған емес болсын, кез келген ақпарат болсын, әсіресе өзіңіз білесіз, ең қол жетімді бізге WhatsApp арқылы бір-біріне бөлісуге өте құмарда.
мысалға WhatsApp енді көп жағдайда енді 100% демей ақ қояйын, бір 80%-дай ақпарат ол жалған болып кетеді да. Мысалға әсіресе мынау коронавирус кезінде коронавирусты қойдың майымен емдейді екен, ойбай анау істейді екен, мынау бүйтеді екен деп мысалға да. Бірақ оның сол дүниенің төңірегінде, көлеңкесінде бағанағы оның зияны да қалып қояды да. Мысалға қойдың маймен емдесеңіз сіздің бір денеңіздің нелерін жауып тастайды деген сияқты сондай бір білмеймін, медициналық тұрғыдан зияндар да бар да. Бірақ адамдар неге сондай ақпарат бір дағдарыстық оқиға, резонансты оқиға пайда болған кезде ақпарат таратуға неге құмарлатып тұрады, әсіресе жалған ақпарат таратуға? Мен бірінші таратайын, бірінші бөлісейін деген бір өте қарапайым. Ең бірінші бізде өзімізді жан сақтау инстинкті қосылады. Инстинкт самосохранения дейді. Өзіміздің жанымызды сақтау инстинкті, сонымен қатар жақындарымыз, туыстарымыз, достарымыздың жанын сақтап қалу инстинкті, оларға пайдалы болу инстинкті ең бірінші сол қосылады. Сондықтан мысалы осы ақпарат келген кезде ойбай бұны тезірек туыстарым білсін, ойбай тезірек жақындарым білсін, ойбай тезірек балдарым бұны көрсін, барып ұрынып қалмасын, ұшырап қалмасын, мысалға вакцина алып өліп қалмасын деген сияқты оларға жақсы оймен, жақсы ниетпен осы ақпаратты не істейді, саралап жеткізуге тырысады. Екіншісі, бұл жерде хайп мәселесі бар. Яғни осыны ең бірінші менен естісін, ең бірінші мен айтқан болайын, менен кейін бәріне тарасын деген сияқты. Бұл жерде яғни адамдардың менмендігі бірінші орынға алға тартып отырады. Өзінің айтқан кезде эгосының кішкене былай бір жұбатылуы, эгосының кішкене бір психалануы, қандырылуы, қоздырылуы сол тұрғыдан, менен естісін, менен кім айтты? Жансерік деген журналист айтты. Сол айтты ма, жақсы, мен бірінші айтайын деген сияқты. Бұл жалпы ақпарат таратушылар, журналистерде ондай нәрсе бар. Ең бірінші болып ақпаратты беру. Бүкіл ақпарат құралдары, яғни бүкіл медиа әрдайым ақпаратты ең бірінші болып беруге тырысады. Өйткені сіз бірінші болып бергеннен кейін қалғандардың барлығы сізге сілтеме жасайды. Сіздің рейтингіңіз өседі, авторитетіңіз өседі. Ал қарапайым халық арасында да, яғни ол ондай нәрсе бар. Менен естісін, менен білсін, мен жеткізейін, маған рахмет айтсын, маған хабарласын деген сияқты осы екі негізгі фактор жалған ақпараттың тез таралуына әсер етеді деп айта аламыз. Қараңыз, енді жалған ақпараттың атасы, жалған ақпараттың, мысалы фейк ақпараттың басталуы конспирология, осы конспирологиядан басталады. Мифтер, неше түрлі мифтер бар. Мысалға, сонау көне заманнан бері вакцина пайда болғалы бері мифтер бар, ойбай вакцина алсаң мүйіз өсіп кетеді екен деген. Ол тек қана біздің Қазақстанда ғана емес, ол әлемде де бар үрдіс. Сондықтан одан біз ғанамыз деп бөліп ала алмаймыз. Енді қараңыз, конспирология адамдардың психологиясына қалай әсер етеді? Енді бағанағы бір жалған ақпараттан алсақ, енді жалпы солың үлкен бір мөлшерін қарап сызып көрейікші. Неге адамдар конспирологияға сенеді? Анау шын ақпараттан қарағанда, мысалға, таңдау болса, адамдар көбі сол конспирологияға қарайды. Мысалға, вакцина тұрғысынан, басқа тұрғысынан, сол қалай ойлайсыз сонда? Шындық ақпарат көп жағдайларда қарапайым тілмен эмоциясыз адамның негізгі инстинкттерін тетіктендірмейтіндей қылып жеткізіледі. Ал конспирология бұл адамның эмоцияларына негізгі базовый ішкі инстинкттерін тетіктендіріп жеткізіледі. Дамытылады. Яғни мысалға қарапайым бір мысал, яғни Қазақстанда 500 адам вакцина, Қазақстанда мысалға айтайық, бүгін ғана ақпарат естідім, бүгін Пәленбайдың ең 100-ге жақын ба, 1000-ға жақын адам қайтыс болды дейді мысалға. Ақпарат айтылды, бұны қарапайым тілден ресми жерде оқыған кезде оның айтқанын сухо берді, құрақ түрде берді. Ал конспирология не істейді? Сен білесің ба, бүгін қанша адам қайтыс болғаны? Соның біреуі сен болар едің. Сен білесің ба, бұл жалпы негізі, ол өтірік негізі. Ондай емес, мынандай нәрсеге деген сияқты. Яғни адамның қызығушылығын арттыру бар. Қызығушылығын сіз көтерген кезде, оны сразу назары, вниманиясы сізге аударылады. Және сол вниманиясын пайдалану арқылы сіз оған қалаған нәрсені бере бересіз. Және конспирологияда негізі 100% өтірік те болмайды. Ол жерде шындықтың белгілі бір мөлшері бар. Одан кейін ары қарай оны өрбіту, дамыту, сол шындықтың айналасындағы ойлар, пікірлер, пікір таластар конспирологияны қалыптастырады. Мысалға, айтайық, екінші дүниежүзілік соғысында советтер жеңді. Бұл факт мысалға.
Ал соның айнасы негізі қалай жеңгендерін білесіңдер ма деген кезде получается не біз біліп жүрген тарих басқаша ма не? Әрине басқаша, оның мынандай жолы бар деген сияқты ол айналасындағы осындай аңыз пікірлер дамыта береді. Бірақ олар міндетті түрде бірнеше шынайы фактыларға сүйенетінді ескеру керек. Адамдар бұған нәрседен андай бізде постоянно мысалы біз өзімізге қызық, бізді entertainment дейді ғой, қуантатын, ойнататын мәлімет алған кезде, қызықтыратын мәлімет алған кезде миымызда дофамин гормоны өндіреді. Дофамин гормоны бізге андай бақыт гормондарының қатарына жатады, бізді қуантырады, күшті сезімге бөлейді, ұйқымыз ашылып кетеді, вниманием, зейінім салға, сондай ма артынан зейін қуалайын, білейін деген сияқты, оның барлығы кете береді. Яғни конспирологиялық идеяларға ұзаққа кетуге жоқ, мысалы адамдар неге фантастикалық фильмдер көреді? Ол жерде барлық нәрсенің өтірік екенін біледі, бірақ отырып, ақша беріп, 2 сағат соны көріп отырады мысалға да, удовольствие алып. Адамдардың сондай нәрсеге қажеттілігі бар, яғни кейбір кезде шынайы өмірден шығып, кішкене сонан демалып, шынайы қайтып келу. И бұл конспирологиялық ойлар, детективтер, фантастикалық кітаптар, бұрынғы гректердің мифтары, аңыздары, бұл адамдардың арасында бір әңгіме, бір демалу, бір қызығушылықты оянатын, күнделікті көрілмейтін ерекше дүние болғандықтан қызығушылықты арттырады. Енді қараңыз, мынау неде психологияда мынандай термин бар ғой, шизотиптік бұзылу деген, шизотипическое расстройство дейді, яғни осы дүниені көбінесе конспирология бұзады дейді, яғни адамдардың ақпаратты тікелей қабылдауы метамагиялық ойлау дейді. Яғни мысалға бір ақпаратты айтсаңыз, ол ақпаратты адамдар тікелей қабылдайды. Мысалға вакцина адамдарға мүйіз өсіреді. Болмаса білмеймін, вакцина салған адам сразу сау болып қалады дейді да. Ол жерде енді тікелей айтпаса да бір вакцинаның кері әсері, побочный эффект дейді ғой, кері әсері бар. Ол тек қана барлық адамға ғана емес, ол ішінде аурулы бар адамдарға ғана деген сияқты да. Енді осы тұрғыдан айтып берсеңіз қалай сонда? Метамагиялық ойлау қазіргі адамдарда, әсіресе мынау үрей, мынау алмалы төкпелі заман болып жатқан кезде көп адамдарда сол қоғамдық сана болып қалыптасты ма? Қоғамдық сана болып қалыптасады алғашқыда, яғни алғашқы бұның волнасы солай өтеді. Одан кейін, алғашқы волнадан кейін уже бұл салада мамандар пайда болды, эксперттер пайда болды. Түрлі өзгерістер енгізеді. Негізі олай емес, былай, негізі олай емес, былай деген сияқты түсіндірмелер береді. Сөйтіп екінші волнасында адамдар бұл ақпаратты уже критикалық ойлауды қосады. Мысалға, жалған ақпараттың таратылуына ең үлкен себептердің біреуі шынайы ақпараттың жай таратылуы. Бұл жерде қараңыз, мемлекеттік бір саясат дұрыс жұмыс жасамайды деп айтуға да келе ме? Мысалға, жалған ақпарат тез тарайды, өйткені мемлекет шынайы ақпаратты тарата алмай отыр, белгілі бір деңгейде, халық арасында жеткізе алмай отыр. Или қалай айтсақ болады оны? Солай айтсақ болады, ақпарат жарысында шынайы ақпарат пен өтірік ақпарат әрдайым жарысады. Шынайы ақпарат тез кетіп қалады, жалған ақпарат тез кетіп қалады, шынайы ақпарат кешігіп барады. И бұл жерде мысалға, яғни бұның мынандай түсініктемесі бар, өтірік айтып өтірікті тарату оңай. Ал шындықты тарату үшін оны зерттеу керек, зерделеу керек, фактілерді жинау керек, эксперттердің ойын толықтыру керек, қорытындылап, жоқ, оның негізі астары осы деген сияқты. Мысалға, сондай нәрселер несі таратылады. И бұл біріншісі. Екіншісі, мысалы, көптеген медиалар мемлекеттік органдардан тендер алады, сол арқылы ақпарат таратылады. Негізі мемлекеттің ақпарат таратуға күші жетерлікті деңгейде деп айтуға болады. Бірақ жалған ақпараттың қасында қалып кетудің себебі өкінішке орай қоғамда мемлекеттік мекемелерге деген сенімнің аздығы. Бұл жерде мемлекет пен халық арасындағы диалогтың төмендігі, бір министрдің айтқанына сенгеннен гөрі, мен Шымкенттегі бір частный клиникадағы бір дәрігердің айтқанына сенгім келеді, мысалы. Өйткені мемлекет мені алдауы мүмкін, бірақ мен танымайтын, білмейтін бір апай мені алдамайтын шығар, шынайы шындықты айтады, ол күннен қорықпайды, ол бәрін біледі деп айтады, мысалы. На самом деле наоборот болу керек. Мемлекеттің қолында лаборатория бар, медицина бар, күш бар, университеттер бар, зерттеу орталықтар бар, олар мәліметті дұрысырақ бере алады. Бір кісінің қолында
ой пікірден басқа ештеңе жоқ, яғни ол зерттеп өзі лабораториясында жоқ қана анықтап білетін дейді, мысалы эксперимент жүргізетін ондай мүмкіндігі жоқ. Сол үшін осы тұрғыда яғни өтірік тарату қиын, өтірікті тарату оңай, шындықты тарату қиын болып жатады. Бірақ адамдар мемлекетке толық сенбегендіктен, мемлекеттің өкінішке орай кейбір позицияларда өтіріктері шығып қалғандықтан не істейді? Күмән пайда болады. Сөйтіп сырттан тырнақшаның ішінде сырттағы эксперттерді көбірек тыңдауды қалайды. Жалған ақпараттардың өзі мысалға мен де байқаймын, солай басталады ғой. Менің осындай бір таныс дәрігерімнің айтуынша, МЧС-та істейтін бір группаласым айтты деген сияқты. Сондай бір сол сөздер сол жалған ақпараттың таратылуына, нетуіне өте бір үлесін тигізіп жібереді да, яғни манипуляцияның бір құралдары деп айтсақ болады осы сөздерді, енді қараңыз, енді Жансерік, мынаны да ескеру керек. Қараңыз, осы сөзіңізге қосып кетейін. Бізде жалған ақпарат үшін жауапкершілік жоқ. Бірақ заң тұрғысынан баптар бар жалған ақпарат тарату деген, бірақ есімде жоқ әлі ондай да бір жауапкершілік таратылды ма. Просто жалған ақпарат адам айтады, сөйтеді, бірақ ертеңін қараса кешірім сұрап отырады. Яғни сол жауапкершілік максимал түрде кешіріммен қаралады да. Жоқ дегенде бір қоғамдық жұмысқа тартылмайды, жоқ дегенде бір әкімшілік құқық бұзушылық бір қарастырылмайды. Ол кешірім сұрау ол әркімнің қолынан келеді ғой, ойлап қарасаңыз, дұрыс па? Кешірім сұраған кезде ол не болып жатыр? Жалған ақпаратқа сеніп қалған адамдардың, мен сізді ренжіттім, көңілін алып жатыр. Бірақ өтірікшілер үшін ол бір дәріс болып жатқан жоқ. Дұрыс айтасыз. Тыңдаушылар үшін жарайды, сіз бізді алдап қойыпсыз ғой, жарайды, сізді кешіріп мүмкін. Бірақ енді өтірік айтайын деп жатқан, өтірік айтып жатқан, жалған ақпарат таратып жатқан адамдарға ол ешқандай дәріс емес. Оны барды да қорқытып қойды да, айта салды дейді, мысалы өзі ары қарай жалған ақпарат таратып. Сол үшін яғни бұл жерде біреуді соттайтын болса, штраф салатын болса, әрбір адам айтқан сөзіне жауап беруді білетін болады. Әрбір адам айтқан сөзінің белгілі жауапкершілігі бар екенін білетін болады. Сол арқылы біз өзіміз тексермеген, өзіміз қабылдамаған ақпаратты бөліспеуіміз керек. Және бұл жерде мынаны да ескеру керек. Мен әшейін ссылканы бөлістім. Мен әшейін бір парақшаны алып тараттым. Яғни ол да жалған ақпаратты таратудың санасы осылар. Мысалға, мен бұл мәселеге мұқият қараймын. Өзім жалған ақпарат қалдамауға тырысамын. Көптеген ақпараттарға, ақпарат құралдарына критикалық ойлардан қараймын. Бұны жақындарыма, таныстарыма да үйретемін. Мысалы, біздің сыныптастардың тобы бар. Өткенде біреу жіберді, кореялық бір емхана тегін операция жасайды екен деген сияқты. Жібере салған. Сөйтіп олар арға жіберді. Мен ерінбей бір 2-3 минут уақытымды бөлдім, кірдім, қарадым, оқыдым. Мүлдем оған қатысы жоқ нәрсе. Сөйтіп жіберген досым айтты, сен мына жіберген сыныптан өзің оқыдың ба дедім ба, қарадың ба? Жоқ, оқыған жоқпын, қараған жоқпын, бір группадан алдым, жібере салдым. Сөйтіп мен уже ұрыстым балдарға біздің. Бұдан былай мына жаққа жалған өзіңіз тексермеген, білмейтін ақпарат таратпаңдар. Пәленшенің досың дос емес, сенің досың ба емес па, және кім аты, қай жерде тұрады, не мамандығы бар деген сияқты нақты информациямен тарату керек. Бұны андай блогерлер де бұны жиі жасайды. Сіз халықтың алдында әдемілеп сөйлеген кезде өкінішке орай халық гипнозға түсіп қалады. Әдемі сөзде әсерленіп қалып отырып, қай жері шындық, қай жері жалған, мына жерімді тексерейін, мына жерімді көрейін деген ойына келмейді. Әсіресе мемлекетті жамандайтын бір ақпарат болатын болса, мүлдем аузымызды ашылып, сеніп беріліп кетеміз да. Сондай бір өкінішке орай қателігіміз бар. Сол үшін осы мәдениетті дамыту керек, мәдениетті жалғастыру керек. Бір жағынан, мысалға, түрлі қоғамдық бірлестіктер, түрлі қорлар, медиа саласында, ақпарат саласында бұл сауаттылықты үйрету керек, ал мемлекет тарапынан бұған жауапкершілікке тартылу керек. Яғни сол кезде адамдар өзінің не айтып, не тыңдап жатқанын, не таратып жатқанын білетін болады. Яғни жалған ақпараттың біздің қоғамға зияны өте көп. Мысалы, қаншама адам вакцинаның зиян екеніне сеніп, вакцина алмай қайтыс болды мысалы. Демек, жалған ақпарат тарату адам өлтірумен бірдей бір нәрсе. Әрине, дұрыс айтасыз. Енді қараңыз, тақырыптан енді қайттан өзіміздің тақырыпқа оралайық. Пандемияға оралайық. Қараңыз, пандемия былтыр келгелі бері 2 жылдай уақыт болды, қаншама адамға, қаншама үрдіске, қаншама нені біразын тоқтатты. Яғни жұмыстан бастап
кез келген мысалға организацияны айтайын, мысалы барлығы да енді бұрынғыдай емес, кішкене жайлап қалды да. Енді қараңыз, пандемия осы қоғамдық құбылыстарға, адамның көңіл күйіне, болмаса, білмеймін, қалай айтсақ болады, осыларға қалай әсер етті? Қалай ойлайсыз? Яғни пандемияның қандай да бір психологиялық әсері бар ма? Болса, қазір қалай жүріп жатыр осы халық арасында? Психологиялық әсері бар еді. Алғашқы айларда, алғашқы жарты жыл, бір жыл ішінде адамдар кәдімгідей пандемиядан қорқып, карантинде отырып, локдаунда болып, үйдің алдына шыға алмай, ойбай, есік алдына шықсаң, анау игровой площадкадан вирус шығып кетеді екен деген әңгіме таратыла бастаған кезде, кәдімгідей қоғам ретінде бір үрей, қорқу пайда болды. Бірақ біздің қоғамның бір ерекшелігі, біздің ниетіміз тез үйреніп қалады әр нәрсеге, одан кейін жоқ, жүре беруге болады екен, ондай қатты қорқынышты емес екен, Құдай бізді сақтайды екен деп той тойлай бастадық, жиындарға бара бастадық, қонаққа бара бастадық, және бұл карантиндік шараларға мән бермей бастадық. Қазіргі таңда қоғамның ішінде осыған байланысты бір үрей бар, қорқыныш бар, адамдар сөйлесуге, баруға, келуге, жұмыс істеуге қысылады, ұялады деген нәрсе жоқ. Мысалға мен қазір кафенеде отырмын, айналамда қаншама кісі, менің еркін қоғамдық жерде жұмыс істеп жатыр, бір нәрсе көріп жатыр, бір нәрсе оқып жатыр, барып келіп жатыр, бәрі еркін жұмыс істеп жатыр. Бұл жер сондықтан адамның ниеті жалпы, яғни әртүрлі қорқынышты нәрселерге тез үйреніп қалады. Және тікелей өзінің басына келмегенше бұның зиянын түсінуі қиын. Екінші маңызды фактор, яғни Құдайға шүкір, біздің қоғам ішінде саналы адамдардың саны көбейіп бара жатыр. Адамдар вакцина алып жатыр. Одан кейін бір жерге кіру үшін сіз ашық арқылы өзіңіздің статусыңызды тексертуіңіз керек, білдіруіңіз керек. Сөйтіп қауіпсіз бір орта қалыптасып жатыр. Бұл да адамдарға белгілі бір қауіпсіздік сезімі беріп жатыр. Ал жұмысқа байланысты енді қоғамдық, әлеуметтік, экономикалық зияндары көп тиді. Ол психологиялық тұрғыдан адамдарға өте қатты кері әсерін тигізгені шындық. Жұмысын жоғалтқандар, кәсібі тоқтап қалғандар, сокращенияға түсіп қалғандар, одан кейін без содержания отпуск алғызып үйде отырғызып қойғандар. Бұған қоса онлайн оқу, онлайн жұмыс істеу бұрын біздің қоғамда болмаған үрдіс. Бірінші рет оған үйрену, адаптация өте қиын, өте ауыр болды. Сама психолог ретінде бұл мәселемен байланысты біраз кісілер көмек сұрақ сұраған, жеке консультацияға келген. Кәдімгідей қоғам бұған неғылды, қиналды. Және бұл жерде тағы да мемлекет тарапынан сіз бір ұсыныс жасаған кезде, бір ереже қойған кезде, онлайн түрде жұмыс істеу керек деген кезде, адамдар онлайн жұмыс істеуге дайын ба, мүмкіндігі бар ма, жоқ па, соны қарастыру керек. Мысалы, қаншама адамдар онлайн жұмыс істеуге компьютер жоқ, онлайн жұмыс оқуға, мысалы, элементарный сабақ оқып, мүмкіндігі жоқ. Бірақ басшылық талап етеді, жұмыс орындалу керек. Сөйтіп олар не істейді, яғни жұмыста өзінің сондай бір компетентностін көрсете алмай қалатын жағдайлар болады. Яғни адамдар дайын емес болды деп ойлайсыз, аға, сонда? Мүлдем дайын емес. Бұл нақты бір рекомендациялар, ескертулер, онлайн, одан кейін психологиялық көмек. Мысалға бізде мектептерден басқа ешбір мекемелерде психолог жоқ. Яғни олар психологқа артық ақша жұмсағылары келмейді, түсінген бойынша, аға? Яғни біз халықтан тек қана талап етеміз, бірақ оның психоэмоционалды жай күйін, күн күйін ескермейміз. Оған қолдау көрсетпейміз, көмек көрсетпейміз. Мәселе тек қана 42-500 теңге беріп қойып, азық-түлікпен қамтамасыз ету емес. Сонымен қатар сана оймен ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ, мен байқағаным. Ал осы карантин кезінде, пандемия кезінде әрбір мекемеде психолог штаты ашылу керек. Және ол психолог қол астында 50 адам жұмыс істейді ма, 150 адам жұмыс істейді ма, 200 адам жұмыс істейді ма, солардың психологиялық ахуалын бақылап, соған қарап дер кезінде психологиялық көмек беріп, ішіндегі үрей, қорқыныш, паника, стресстен арылуға көмектесу керек. Сол кезде халық офлайннан онлайнға оңай өтеді, онлайннан офлайнға оңай өтеді. Карантин, пандемия байланысты қорқулар тез жойылады. Және жалпы біз қоғам ретінде психологиялық тұрғыдан дені сау бір қоғам бола аламыз.
Енді қараңыз, жеке психологқа баруға, мысалға, жеке психологқа баруға адамдардың мүмкіндігі бола бермейді, ақшасы бола бермейді, мысалы, ол қымбат услуга. Сондықтан әрбір мекемеге осындай кризистік кездерде психологтарды енгізуді қолға алу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді қараңыз, енді осы проблеманы бір жағынан басқа ракурстан қарасақ, қазақтарда жалпы психологтарға қаралу бір менталитет қалыптаспаған, иә? Енді шетелдік киноларда, мысалы, былай естіп қарап отырсаңыз, сәл бір нәрсе болса психологқа барып, өздерінің жеке отбасылық психологтары бар, тіпті кейбіреулерінде да. Ал бізде қазақтарда енді әттен жебіріне жеткен кезде ғана психологқа барады да, оның өзінде бір досының айдауымен, танысының айтуымен, ұсынысымен, оның өзінде біреудің grup баласы болып шығады, маған келші айналайын, болмаса үйге келейінші деп, сондай болып шығады да. Енді сонда осы менталитет қалыптаспағандықтан шығар деп ойлаймын енді мен енді. Сіз осы тұрғыда қалай ойлайсыз жалпы? Қазақтарда осы менталитеттің қалыптаспауына не түрткі, не себеп? Әлде біз көшпелі халық болғандықтан ба, білмеймін енді. Қалай ойлайсыз? Проблема неде? Біріншіден, бұрын жалпы әрбір адамда біреумен ақылдасу, біреуге біреудің пікірін алу, біреумен дерттесу, бөлісу қажеттілігі бар. Бұрынғы кездерде бұл ауылдың ақсақалдары болатын, билері болатын, жыраулары болатын, белгілі бір ауылдың проблемаларын шешетін, бүкіл адамдар оған барып ақыл сұрайтын, тәжірибесімен бөлісетін, ажырасқандарды татуластыратын, жанжалдасқандарды достастыратын әрдайым біреулер болған. Ішкі әулиелер болған, мысалға, Ахмет Яссауи сияқты кісілер болған, ғалымдар болған. Халық сондай адамдарға барып, өзінің ішкі мазалаған мәселелері бойынша ойын сұрап, пікірін сұрап, шешіп жүрген. Яғни бұл қазақтарда болмаған үрдіс деп айту дұрыс емес. Ол адамның табиғи қажеттілігі. Тек қана заман өте, қазір би жоқ, жырау жоқ, әулие жоқ, ғалым жоқ. Олардың орнына психолог деген, аты ғана психолог. Функциясы сол. Адамның ішкі жан дүниесіндегі проблемаларды шешуге көмектесетін адам. Сондықтан оның сол ракурспен қарап, ол бұрын бізде бар екен, біреумен ақылдасып отыру керек екен, сырласып отыру керек екен, бөлісу керек екен деген сияқты. Қазір оны маман ретінде істейтін, яғни кем дегенде 4 жыл университет оқиды, 2 жыл магистратура оқиды, жеке практикалық тәжірибесі бар, кәсіби мамандар істеп жатыр. Олардың пайдасы әрине көбірек болатынын ескеру керек. Мен мысалға 2015 жылдан бері, яғни 6 жыл болып қалды, осы психологиямен, жеке психологиямен айналысып қалдым, яғни өзі жеке психология жүргізіп қалдым. Соңғы 6 жылдың ішінде адамдардың психологқа қаралуы, көрінуі 2-3 есе артты деп айта аламын. Бастапқыда қаншалықты адам келетін еді, және психологтың средний чегі қанша болды еді. Қазір средний чек өскеніне қарамастан адамдардың келуі де өсіп бара жатыр. Соны ескеру керек. И соңғы маңызды фактор бұған әсер ететін айтып кету керек. Адамдардың психологқа барудан қорқпайды. Сапалы психолог табудан қиналады. Яғни бізде қазақ тілді сапалы психологтардың өзі аз деп айтуға болады, иә? Қазақ тілді мамандардың өзі аз деп айтуға болады. Осы тұрғыдан, яғни бізде сұраныс бар, сол сұранысқа сай мамандар жоқ деп отырсыз ба сонда? Бұл статистика оған дәлел. Мысалға, Қазақстан дүние жүзінде ажырасудан 7-ші орындамыз біз. Бұл отбасы психологтарда қаншалықты қажеттілік бар екенін көрсетіп тұр. Сонымен қатар суицидте, жалпы суицидтен, балалар ересектер араласқан суицидтен біз 9-ші орындамыз, яғни алғашқы орынды көрсетеміз. Бұл не деген сөз? Адамдардың психоэмоционалды денсаулығы нашар, бұлармен жұмыс істейтін, бұларға көмектесетін маман керек, мысалы, дәрігер ретінде. Бірақ спрос бар, ұсыныс төмен. Бұл жерде екі қана нәрсе бар. Или же психологтар сапасы төмен, адамдарға нақты көмектесе алмайды, немесе бағасы қымбат, адамдарға қолжетімді емес. Мысалға, біздің шетелдік әріптестер, мен Америкада оқыған кезде мынандай нәрсе ұсынатын. Мысалға, психологиялық қызметтерді кәдімгідей міндетті медициналық сақтандырудың ішіне кіргізіп қойған. Мысалы, біз қазір медицина сақтандыру үшін ақша төлейді әрбір адам. Ақша төлейді. Ақша төлеген үшін ауруханаға барған кезде сізді тегін қарайды, емделеді. Тура сол сияқты оның ішіне услугалардың ішіне психологты да қосу керек. Сол кезде әрбір қоғамдағы адамға психологиялық қызмет қолжетімді болады. Барады, сөйлеседі, страховка арқылы төленеді. Зато психикасы сау, дені сау, өмірге деген құлшынысы жоғары, ажыраспайтын, өз-өзіне қол жұмсамайтын қоғам пайда болады.
Өте жақсы түсіндірдіңіз. Ержан мырза, сізге көп рахмет. Осынау уақытыңыз бөліп бізге қарапайым тілмен, қарапайым сұрақтарға жауап бергеніңізге. Құрметті достар, естеріңізге сала кетейік, біздің жобаны Медианет халықаралық журналистика орталығы Конрад Аденауэр атындағы қордың қолдауымен жүзеге асыруда. Бүгін бізде қонақта болған психолог, маман Ержан Мырзабаев. Келесі эпизодта жүздескенше аман сау болыңыздар.